Бәріне сәлем, құрметті достар. Рамазан айы құтты болсын. Ораза ұстаған жандарға оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі видеода құрманың пайдасын айтатын боламын. Ал сіздер жалғастырмас бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Пайдалы ақпаратпен бөліссеңіздер, сізге де осы айда сауап болады. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатыр. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды компеттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Бұл жемістің осы және өзгеде пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Бірінші, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екінші, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа келтіреді екен. Үшінші, ғалымдардың зерттеу бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кемде-кем кездеседі екен. Төртінші, құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады екен. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі екен. Керемет. Бесінші, майегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады екен. Алтыншы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді екен. Жетінші, құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады екен. Сегізінші, егер қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады екен. Тоғызыншы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы екен. Оныншы, құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтанудың алдын алады екен. Құрметті достар, егер ақпарат пайдалы болса, каналыма лайк басып тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Олар да пайдалы ақпараттарды біліп жүрсін. Сау болыңыздар.